Кайырлы күн, Кентау гуманитарлык техникалык колледжинин болашак дизайнерлери. Сиздер менен бирге мен Назарова Гүлжайна. Сиздерге сурет пәнинин эң алгачкы дарсин беретін боламын. Дарсты баштамастан мурун сиздерге кажеттүү курал-жабдыктарды тааныштырып өтейин. Эң алдымен кагаз A4 форматында немесе A3 форматында болады. Карандаштын эки түрү болады. H және B сериялар жогору жагында көрсөтүлгөн. H сериясы көбүнчө техникалык сызбаларды сызган кезде колдонулат. B сериясы сурет салган кезде колдонулат. Және де жанында цифра болады. 2, 3 деп 9га чейинки жогорулаган сандар болады. Канчалыкты жогорулаган сайын, сончалыкты каламыбыз да коюлуна түшөт. Енді каламыбыз ар дайым ушталган болуу керек. Калам уштагычыбыз мындай түрдө колдонобуз. Уширгич. Ал енді дәрісімізді бастайық. Карандашты қолға алған кезде ең ұшынан былай емес, ең жоғарыдан былай емес, ортадан қолға ыңғайлы етіп ұстаған жөн. Параққа сызған кезде қолымыз қағазға тимеуі қажет. Енді парағымызды екіге бөліп алайық. Сызған кезде де біздің сызбамыз қатты бастырылып сызылмау қажет былай. Өйткені біз қанша өшірсек те бұны ізі қалып қояды. Сондықтан жеңіл түрде сызған жөн. Қаншалықты жеңіл, яғни қаламның ауырлығындай ғана салмақта қаламның ұшы тию керек қағазға. Сызықтарымыз екіге бөлінеді. Түзу және дөңес. Түзу сызықтарды сызған кезде былай екі нүкте белгілеп алайық. Екі ара қашықтығы жақын, орташа және ұзын. Осы нүктелерге жеткізу арқылы қолды қағазға тигізбей сызудың жаттығуларын жасаймыз. Және былайынан тікесінен жасауға болады. Тағы да бір әдісі бар. Ол Z әрпін сызу арқылы барамыз, қайтамыз. Қаншалықты дәл үстіне түсуге тырысу керек. Сызықты сыртқа шығармай, дәл үстінен шығаруға тиіспіз. Бұл бірден келе қоймайды, әрине жаттығулар жасау арқылы болады. Тағы да бір әдісі, ол былай құты сызайық. Сол құтының ішіне түзу, қиғаш сызықтарды сызу арқылы және осы құтыдан шығармай үйренуіміз қажет. Былайынан келтіруге болады. Сызықтарымыз белгілі болғаннан кейін, оның сыртын белгілеп қоюымызға болады. Енді дөңес сызықтарымызға келсек, эллипс. Оны да былай құты сызу арқылы, жартылай эллипстерді сызу арқылы үйренуге болады. Құтыдан шығармай, жартылай эллипсті сызамыз. Осындай жаттығуларды көптеп жасаймыз. Келесі эллипстің өзін сызып көрейік. Былайынан сызып көрейік. Дөңгелектің өзін сызып көрейік.
қаншалықты дәл үстіне түскенше осы жаттығуларды қайталаймыз. Лайнан, жұмыртқа. Осы жаттығуларды үйде қайталайық. Мінекей, бірінші дәрісіміздің соңына келіп жетті. Осы жасаған жаттығуларды мейлінше көптеп жасау арқылы суретке деген икемділігіңізді арттырыңыз.